Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 97 сабақ. Егер видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаймыз. Зат есімнің жекеше және көпше түрі. Біз бұл тақырыптан зат есімнің жекеше және көпше түрлерін ажырата алуды үйренеміз. 54-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Үрлемелі аспаптар ерте заманда пайда болған. Олар хайуанаттар мен құстардың сүйектерінен, мүйіздерінен, ағаш, саз балшық, темірден жасалған. Қазақ халқында үрлемелі музыка аспаптары көп. Олар сыбызғы, сазсырнай, үскірік, керней, қамыс сырнай, мүйіз сырнай. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде үрлемелі музыкалық аспаптар туралы айтылған. Яғни олардың неден жасалатынын және атаулары қандай екені айтылған. Келесі 55-ші жаттығу. Аспаптардың атын көпше түрде жаз. Бірінші суретте сыбызғы берілген, оның көпше түрі сыбызғылар. Екінші суретте қобыз, жекешесі қобыз болса, көпшесі қобыздар. Үшінші суреттегі жетіген, оның көпше түрі жетігендер. Осылай дәптерге әдемілеп жазып аламыз. Келесі 56-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Ара-ара аралар, орманның бойын аралар. Гүлден соры бал алар, бал тәтті ғой балалар. Зат есімнің жекеше көпше түрлерін тап. Бұл жерде жекеше түрдегі зат есімдер ара, орман, гүл, бал. Ал көпше түрдегі зат есімдер аралар және балалар. Келесі 57-ші жаттығу. Тәжірибе жаса. Өшіргіштер, қаламдар, дәптерлер сөздердің түбірін қағазбен жап. Жабылмай қалған жалғауларды оқып көр. Қалай ойлайсың, түбірге жалғанған көптік жалғаулары неге әртүрлі? Түбірге жалғанған көптік жалғаулары әртүрлі болады. Себебі ол түбір сөздің соңғы дыбысына байланысты. Егер түбір сөзінің соңғы дыбысы қатаң болса, көптік жалғауы қатаң дыбыстан басталады. Мысалы, кітап, кітаптар, дәптер, дәптерлер.
Ал түбір сөздің соңғы дыбысы үнді немесе ұяң болса, көптік жалғауда ұяң не үнді дыбыстан басталады. Мысалы, қалам, қаламдар, өшіргіш, өшіргіштер. Демек, көптік жалғау сөздің соңғы дыбысына қарай өзгере алады. Сол сияқты бізге берілген ережеге тоқтала кетсек, түбір сөздің соңғы дыбысы қатаң болса, көптік жалғауы қатаң дауыстыдан басталады. Түбір сөздің соңғы дауысы үнді болса, көптік жалғауы ұяң немесе үнді дауыстыдан болып жалғанады. Оның тәжірибе арқылы байқадық. Келесі 58-ші жаттығу. Сұрақтар бойынша домбыраны сипаттап мәтін құрастыр. Бізге берілген сұрақтар: домбыра қандай аспап, оның шегі мен тиегі қандай болады, домбыраның үні қандай. Енді осы сұрақтарға жауап бере отырып, мәтінін құрастырып жазайық. Домбыра қазақтың ұлттық музыкалық аспабы. Ол ішекті аспапқа жатады. Домбыраның екі шегі болады. Оның тиегі ағаштан жасалады. Домбыраның үні әуезді, қоңыр және жағымды. Домбырадан шыққан күй адамның көңілін толқытып, ерекше әсер береді. Міне, осылайша өздеріңіз өзгертіп, басқаша қылып жазсаңыздар да болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтар туындаса, комментарийға жазып сұрай берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беретін боламын.